Шаңызға сәлем, YouTube арнамыздағы тікелей эфирді бастаймыз. Өздеріңізбен мен Ботагөз Болатжан, және дәл қазір жанымда Назым. Қал жағдайыңыз қалай? Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Менде барлығы жақсы. Сізді көрмей сағынып қалдық. Я бір күн келмей қалдым эфирге. Бәрі дұрыс па? Я барлығы жақсы, аман есен. Қуаныштымыз. Ал дәл қазір таң қалдырып тұрған, ортаға енген бетпердедегі жан кім болуы мүмкін? Таныс емес пе? Негізі мен танып тұрмын. Танып тұрмын, бірақ енді қазір айтпай қойын. Барлығы құрметті көрермендер, алыстамаңыздар, өте қызық болайын деп тұр. Күшті жан келіп тұр деп айтсам да болады. Бұл жан шынымен де талшынды таңдап келіп тұр деп ойлайсыз ба? Бірақ жаңа мен ойладым, баха деп танып тұрсыз ба деген кезде мен ойлап тұрмын, мүмкін сыртта басқа біреу күтіп тұрған жоқ па дегенде ой болып тұр. Мүмкін қазір шымылдық ашылып қойды. Енді бізде барлығы мүмкін ғой. Мен ойлап тұрмын, мүмкін бұл қазір жаңа қатысушы ма деп те ойлап тұрмын. Өйткені жаңа қатысушы болып кіріп, ар жақтан басқа үміткер келе ма дегенде ой болып тұр. Енді білмеймін, фантазиям солай айтып тұр. Енді алда білетін боламыз, бұл жаңадан келген үміткер талшынды таңдап келген бетперде астында кім екенін. Ал өзіңізде, Ғалымжан екеуіңізде бәрі дұрыс па? Я, Ғалымжан екеумізде барлығы жақсы. Мен осы жақтан сұранып кеткен болатым, Шымкентке барып қайттым жалғыз өзім. Жаңада өзім семейный обстоятельством болып қалды. Сонымен келіп, әлі де көрмедім, жаңа кешіп келе жатырмын деген еді, сол қазір келеді. Сонымен жолығып. Бір күн бойы, тіпті 2 күн бойы. Я, 3 күн бойы. 3 күн бойы келіспен. Тек телефонмен ғана. Я. Оны біз кеше байқаған болатынбыз осы жерде. Ғалымжан жалғыз отырды. Я, және сізге сәлем жолдап. Я, көрдім. Сіздің көретініңізді білді-ау деймін, өзің сағынышын жеткізді. Ал енді кездескен жоқсыздар, қазір эфирде жолығасыздар. Я, қазір енді эфирде жолығайын деп тұрмыз. 3 күннен бері сол жолықпадық, қазір енді жолығып. Сөзіңіз бір толқып тұрған секілсіз, бір жаңалықтары бар адам сияқты. Мүмкін, бәрі де мүмкін. Адамды қызықтырып қоясыздар, осылай жарайды. Ал талшынның талаптарына сай емеспін деп қалды жаңағы үміткер жан Баха есімді. Бірақ мен ойымша сай келетін сияқты. Енді мен танып жатқан адам болса, ол сай келу мүмкін әбден. Табыс жағынан ше? Табыс жағынан да сәл келмей қалуы мүмкін. Білмеймін, ол кісі де сол нәрсені меңзегендей болған сияқты, иә? Бірақ айтып жатыр, өзім көлігім бар, өзімді жұмысым бар деп жатыр. Жаңағы үйім бар деп жатыр. Мүмкін талшынға да уже сондай капиталы бар деген сияқты адам келіп тұрса, мен ойымша бір өзіне симпатиясы болып жатса, жақсы қабылдауы да мүмкін деп ойлаймын. Жақсы. Бұл жан талшынның көңілінен шығады деп ойлайсыз ба? Шығатын сияқты болып тұр. Шықпау мүмкін емес деген көзқарасты байқадым. Шығатын сияқты болып тұр. Жақсы енді. Ол жағын алда білетін боламыз, және бізге де қызық болып тұр. YouTube арнамызда көрермендер сұрақтарыңыз болса жаза отырыңыздар, қарап отырмыз, пікірлеріңіздің бәріне мән беріп өтуге дайынбыз, және кім деп ойлайсыздар бұл жан, неге бетпердемен кірді, бұның барлығын сіздің жауаптарыңызды қарастыра отыратын боламыз. Ал енді, Назым, дәл қазір алдыңызда таза өнімі тұр. Және сізден осы бір тазалықтың иісі аңқып тұр. Мен мына жақтан ба тіпті мән бере алмай тұрмын. Маған негізі тазаның осы салфеткалар қатты ұнады. Мен өзім қолданамын. Стиралкаға салып қоямыз. Еще бұл даже қарасаңыздаршы, ақ киімдерге де и цветной киімдерге де бола берген. То есть бөлек-бөлек алып жумайсыздар да. Мынаны просто барабанға салып қоясыздар, иісі деген прям күшті шығады. Ешқандай ұнтақ салудың қажеті жоқ, иә? Еще бұл ағартатын да несі бар екен, жаңағыдай функциясы бар екен. Хош, иісті де өзінің керемет бір. Мен өзім жаңағыдай ақ рубашкаларым болған болатын, сол жерде оны да салған едім, тоже ағарып, әдемі болып қалды. Бізге әсіресе жұмысқа, мен мамам мысалы мұғалім ғой, ақ рубашка всегда кет, соны жуғанға, сосын мынаусы бар, кислородный отбеливатель деген, тоже осында қолданған кезде, мынау тіпті ыдыстарға да болады. Ыдыстар жусаңыздар да, дивандарға қолдансаңыздар болады. Егер де бір қандай да бір дақтар болса, осы таза өнім қолдансаңыздар. Енді отандық өнім, сондықтан біз отандық өнімді қолданамыз. Және алда бетперде киген жан кім екенін бірге көретін боламыз. Жер алмаңыздар эфирді.